өзімнің шәкіртім, миллионнан төмен түспейтін магазин жүргізіп көрмеген адам күнделікті түскен ақшаны күнделікті қалтама салам деп. біраз оқиға жетеді. Бүгін Гүлнар ханымды жақсылап ашайық. Республика көшесінен салон ашам. Мына жағын бәрін қырқып алып берем де, горшок болып қалады ғой шашы. Горшок болып қалады. Ана кісі де маған былай қарайды, Байлбірске барам деймін. Бірнеше миллионым жоқ болып кетті ол кезде. Қанша миллион қадалып қалдыңыз ол жерде? Последний ақшаға ашылған дүние. Мен енді Каспиге барам деймін ғой жолдасым. Қандай товарлардан бастадыңыз? Қай товарлар жақсы өтті? Қалай түсіндіңіз? 35 миллион сенің қалтаңа түспесе де, бәрібір де примерно 20% сенің қалтаңа түседі ғой. 3 күн ішінде полностью жаппағаннан кейін безвозвратно мені алады да Каспи жауып тастайды. Любой зат сата берем дейді. Не сатасың сен? Бәрін сата берем дейді. Болмайды бәрі. Қандай товар жақсы өтеді екенін көріп ал. Содан кейін бірақ бастасаң болады дедіңіз ғой. Сол жерде енді сізге 1001 алғыс. Ұрынып қалмағаныма, қазір мүмкін мен былай отырмас едім. Ассалаумағалейкум, YouTube-тың көрермендері. Қош келдіңіздер. Кезекті біздегі подкастымыз. Бүгін біз TikTok стрим арқылы табыс тауып жүрген, TikTok стрим арқылы өзінің қарызын жауып жүрген, TikTok стрим арқылы өзінің арман мақсаттарын орындап жүрген мықты стример ванхундарды шақырамыз. Сондай мықты ванхундардың бірі өзімнің шәкіртім және қазіргі таңда күніне Аллаға шүкір миллионнан төмен түспейтін Гүлнар ханым. Қалайсыз Гүлнар ханым? Саламатсыз ба Бермек мырза? Жақсы. Қош келдіңіз. Сізде қош көрдік. Гүлнар ханыммен мінекей достар, жаңа екеуміз еске салып отырмыз да, осы жылдың басында 6 ай алдын бастаған екен. 6 ай алдын бастаған кезде Гүлнар ханым күлем ғой немші. Менен Бермек мырза, подкаст точно шыға ма? Айтыңызшы, менің қолымнан келе ма? Жылап біраз. Енді любой адам енді бастаған кезде кішкене қобалжу болады, неуверенность болады, мысалы да. Артқа қарасаң енді күлкілі, бірақ ол сәтте шынымен күлетін жағдай емес қой, қарасаң адам деген стресс жағдайда қалай болады екен деп. Тем более енді сол кезде Гүлнар ханым бізге дейін TikTok стримға дейін бұл кісі Каспиде жұмыс жасаған, иә. Каспиде жұмыс жасаған, оған дейін өзінің де біраз оқиға жетеді. Бүгін Гүлнар ханымды жақсылап ашайық. Ашылуға дайынсыз ба Гүлнар ханым? Иә, дайынмын. Бүгін біраз әйел кісілерге әсіресе бір мотивация болатындай бір күшті бір эфир жасайықшы екеуміз. Жақсы ма? Жақсы. Бір өзіңізді бір таныстырып кетіңіз Гүлнар ханым. Қай жақтың тумасысыз? Қалай келдіңіз жалпы бизнеске деген сияқты? Есімім Гүлнара. Енді TikTokқа келгенім осы 6 ай, январдың аяғында келдім ғой, осы 6-7 ай болып қалды. TikTokқа дейін енді мен негізі қаржы университетін бітіргем Семей қаласында. Содан кейін 2001 жыл бітірдім де. Сіз негізі өзіңіз Семейдің тумасысыз? Иә, Семейдің тумасымын. 2001 жылы бітірдім де. Ол кезде енді банкқа орналасу өте енді қиын болды ғой. 6 ай ақысыз жай ғана көмекші болып жүріп, сол кассаға кіргем. Бір практикант деген практикада жүрдім де 6 ай бір тиын төлеген жоқ. Соның әйтеуір сол кассаға ілініп, кассадан бастап бухгалтерияда жұмыс істедім, кредитный отделда жұмыс істедім. 13 жыл жұмыс істеппін ғой сол банкта. Содан кейін енді тұрмыс құрдым, 3 балам болды. Енді сол банктың жұмысы өте қиын болды ол кездегі. Ертеш бизнес банктан бастадым. Ертеш бизнес банк, Альянс банк болды, қазір Форте банк. 13 жыл сонда істедім. Енді рахмет айтам. Көп тәжірибелер алдым ол жақтан да. Ол кезде енді біз бонустар алатынбыз, жақсы зарплаталарымыз жақсы болатын. Түнгі 2-3-ке дейін жұмыс істейтінбіз. Сөйтіп жүріп енді кредитке үйде алдық ол жерде, енді Семейде 3 бөлмелі үй алдық. Енді жолдасымыз екеуміз жаңа ғана енді отау көтеріп тұрып жатқанбыз. Енді сол өте жақсы бір бізге мотивация болды. Енді үйлі болу деген енді тем более өзіміз алдық, ата-анамыз ешқандай қолдау көрсетіп, енді кейде болады ғой, ата-аналар өздері алып береді балаларына. Олай болған жоқ, енді өзіміз сөйтіп тыртысып сол квартираны алып, сонан кейін енді 9 жыл декретте отырыппын. Өйткені балалар енді 3 баламен, бірінен соң бір болғаннан кейін оларды алып бару керек, алып келу керек, тамақтарын дайындау керек, сабақтарын енді бірге жасау керек. Біреуін детсадқа апарсам, біреуін мектепке апарасын. Сөйтіп әрі-бері сөйтіп жүріп 9 жылдың қалай өтіп кеткенін білмейді екенмін ғой мен.
бірақ сол 9 жыл енді үйде отырсам да жай ғана балаларға ғана емес, енді ол кезде Мэрикей деген болушы еді ғой. Лидер бизнес группы болыппын Мэрикейде. Ол кезде зарплата да алатынмын. 1 жыл ма 1,5 жыл сондай зарплатаға ілігіп Мэрикей сатып балаларды ұйықтатып кетемін. Кішкентай балаларымды, үлкен балам сабақта болса, кішкентай балаларымды ұйықтатып кетемін де барып, жанымызда библиотека болса, мектеп болса, жүгіріп барып, сол жерде бизнес класс кездесулер өткіземін де, әйелдерді бояп, сол жерде товарларымды сатып, қайтадан үйге келіп, сөйтіп жүріп, қалай лидер болғанымды білмей қалдым. Бірақ енді 1,5 жылдан кейін қатты ауырдым. Содан кейін оның бәрі қалып қойды. Енді жолдасым менде госслужбада істейді, олар ол кісілердің зарплаталары фиксированный. Енді қалай 3 балаға енді көп қаражат керек қой негізі. Қазіргі бұрынғы кездегі секілді емес, туасап жай ғана өз бетімен өмір сүреді, өз бетімен жүреді деген емес. Бәріне қолдау жасау керек, бәрі кружоктарға барады неше түрлі, оның бәрін оплата жасау керек. Сөйтіп енді жүріп, жолдасыма айтпай, кейде даже адамдардың үйлерінде жуып беретінмін. Ол қай бір енді таза үйге шақырады дейсің, неше түрлі тараққан үйлеріне шақырады, қандала болып кеткен үйлеріне шақырады. Яғни сіз сол кезде банкте істеп жүріп, тұрмысқа шықтыңыз, декретте отырып қалып, кейін көрінген жұмыс істей бердіңіз сол кезде, иә? Сетевға да бардыңыз, үйді тазалап бердіңіз, сондай болды ма сол кезде? Иә, сондай болды. Өйткені енді госслужбада істеген адамдардың зарплатасы сол кезде совсем аз болды. Енді күйеуіме қайта-қайта жетпейді деп айта бергеннен енді ешкім төбеден салбырап ақша түспейді ғой. Енді сонан кейін сөйтіп өзімде тыртысып, сөйтіп енді жолдасыма біраз болсын поддержка берейін деп сөйтіп жүрдім. Содан кейін енді неде де бірнеше жылдан кейін, 9 жылдан кейін не істеймін, қайда барам деген ой келді ғой. Енді не істеймін, банкқа қайтадан кірдім, зарплатасы аз, бұрынғыдай емес. Істей алмадым онда. Соны жолдасым айтам, енді жолдасым айтады, енді сен магистр экономических науксың, ары қарай жалғастырсаңшы дейді. Мен енді істей алмаймын ондай зарплатаға деймін, енді олай істей алмаймын. Мен өзіме бір нәрсе ашуым керекпін, немесе енді зарплатасы жақсы жерге орналасуым керекпін деймін да. Содан кейін ақша как всегда жоқ. Не істеймін деп жүргенде бір құрбымның магазині бар екен. Сол құрбым айтады да, магазинім бар, жақсы табыс табам, магазиннің арқасында үй алдым, машина алдым дейді. Соны мен де армандай бастаймын ғой, мен де сондай продуктовый магазин ашсам ғой деп. Содан кейін бір сондай момент болды, жолдасымда да ақша жоқ, менде де ақша жоқ, балаларға төлейтін ештеңе бір тиын жоқ, не істейміз? Алдымда объявление аштым да, продуктовый магазиндерді іздей бастадым. Содан бір продуктовый магазин тауып алдым, бардым, үлкен кісі екен. Содан кейін ол кісі айтады да, 10 жыл болды, осы продуктовый өзіміз істеп жүрміз, шаршадық әбден. Осындай қазір егерде алатын болсаң, мына жерде 5 миллион товар бар, ал бәрін санайық, содан кейін осыны ал дейді. Бірақ жақсы деп айтып қоямды, өзімде бір тиын ақшам жоқ қой. Соны ол кісіге айтам, апай, мен ақшам жоқ. Мен сізге 1 жылдың ішінде осы қазір бәрін санайық, магазинде қаншама дүние бар, қаншама ақшаға болады осы товарлар, сол ақшаны ай сайын, жұма сайын мен сізге түскен, обороттан түскен ақшаны сізге беріп құтыламын деймін де. Ол кісі енді мен көріп, енді состояниені көрдім екен, білмеймін енді әйтеуір ол кісіге не итермелегенін ол кісіні әйтеуір маған келісті. Бірақ мен енді өмірі магазин жүргізіп көрмеген адам, білмеймін ғой енді қалай ойлап тұрмын ғой, сол мысалы күнделікті түскен ақшаны күнделікті қалтама салам деп. Вообще басқа ой болды. Ал олай емес екен. Неше түрлі торговый представительдер келеді, оларға ақша күнде ақшаны жеткізіп отыруыңыз керек екенсіз. Әйтеуір сөйтіп жүріп, біресе қан жылап жүріп, не істерімді білмей, әйтеуір сол ол кісіден де құтылдым. Ровно 1 жылдың ішінде полностью құтылдым. Таңғы 7-те ашыламыз, түнгі 1-де жабыламыз. Оны бәрін жинап айтып біткенше түнгі 2 болады. Соны 3-4 сағат қана ұйықтайсың, қайтадан келесің. Сөйтіп жүріп енді сол 5 миллионнан да құтылдым.
рахмет, ол кісілер енді көп маған не табыс сол жерден көп көрмесем де көп өзіме тәжірибе жинадым. Содан кейін бұл жерден көп ақша, енді көп табыс таба алмайды екенімді көрдім де, жолдасыма айтам, Wildberries деген шығып жатыр екен. Сол Wildberries оқуын оқып алсам қалай болады екен дейді. Ол кісі айтады да, көрсеңіз басқа нәрселерді деп. Жарайды, онда салон деймін де. Салон ашам ғой Алматыдан. Астанадан республика көшесінен салон ашам. Өзім салон білмеймін ештеңені. Не шаш қиюды да білмеймін, ештеңені білмеймін. Өзім шаш қиып жүрген қызға барамда айтам, мен саған ақша төлеймін, сен мен үйретші қалай шаш қию керек екен деймін. Ол кісі айтады, жарайды, жақсы дейді. Барамда соны шаш қиып үйренем ғой. Сонан кейін әйелдердің ғана шашын емес, көріп тұрмын, кейде әйелдер келеді, кейде келмейді, ер адамдар көп келеді екен. Соны ана қызға айтамда, маған енді ер адамның мастерін тауып бер, сол кісіден үйреніп, мен универсал болам деймін ғой. Сонан кейін ол кісі маған тауып береді де, кәдімгідей енді барып үйреніп, универсал болып алам. Ол да бір қызық жағдай болды. Енді менде бірақ жұма ғана срок болды. Үлкен торговый дом, Рахмет Тілендиевада, Рахмет деген торговый дом бар Астанада. Сол қыз айтады да, сол жерде бір орын босап тұр дейді. Кел дейді. Мен қию білмеймін. Ештеңе білмеймін. Жаңаған үйреніп жүрген кісі, барамда айтам, жақсы, мен сол орынды аламын, сен маған сол орынды қойып қой, кісімен сөйлес, ана кісімен мен сол жерге барам деймін. Ты уверена дейді, я уверена деймін. Сөйтіп барамда, ана кісімен сөйлесем ғой, былай деп айтам ғой. Өзім енді білмесем де өз-өзімді білетін кісі қылып көрсетіп тұрам ғой енді. Алыңызшы мені, маған уақыт беріңізші, мен бәрін енді үйренем, бәрін сіз не айтасыз, соны бәрін істеймін деп. Соны ол кісі айтады, жарайды, жақсы дейді. Сол жерге алады, енді мастер болып үйренсемді, ол кісі былай болады екен, ер адамдардікін өзі қиып тұрады, тек видеоға түсіріп қарап тұрады екесін, өзің қимайды екесін ана жерде. Ол кісі айтады да, ұлыңды немесе күйеуіңді алып кел, бір рет көрсетем, өзің қиясың, сонан кейін сөйтіп үйренесің дейді де. Сон ұлымды шақырам ғой, кішкентай ұлымды келдім, сонан кейін ол баланың шашын ала бастаймын. Ана шашты алғаннан кейін ана бала жыласаш. Желает, мама, что ты мне сделала, как ты меня подстригла, ты что, как я пойду в школу, дейді да, ана бала. Өзім енді ойбай, енді қалай істеймін деп ойлап тұрмын да. Соны жарайды деймін де, оған ештеңе қарамаймын, үйренемін деймін де, ертеңінде ана салонға барам ғой, Тілендиевадағы салонға барамда, ол кезде очередьпен. Сіз мысалы бірінші аласыз, екінші мен алам. Мен очередьім келеді, шашы үлкен бір әлгінге дейін қазір есімде, шашы енді ұзын бір жігіт келді, ұзын бойлы, шашы де ұзын, қысқа қиып бер деп маған фотографиясын көрсетеді. Осындай болу керек. Иә, осындай болу керек деп. Мен ана жерде басым айналып кетеді ғой. Ананы қараймын да, жақсы деймін де отырғызып қоям. Өзім қорқып, қолып алжып, дір-дір етіп тұрмын. Аламда ананы қия бастаймын. Жан жағымда, представьте, бүкіл мастерлер маған қарап тұр ғой ана жерде. Не істейді екен мынау деп. И ана аламда ол кісінің шашын былай қылып алып берем ғой. Мына жағын бәрін қырқып алып берем де, ана кәдімгідей горшок болып қалады ғой шашы. Горшок болып қалады. Ана кісі де маған былай қарайды, бір енді салмақты жақсы кісі екен. Не істеп қойдым деп ана жерде скандалить ете ма деп ойладым. Енді қазір мына кісі скандалить етсе, мен бүкіл енді карьерама крест қоятын түрі бар ғой деймін де. Ол кісі енді салмақты кісі екен. Ақырын құлағына сыбырлаймын. Мен сізге қазір ақша беремін. Сіз үндемей отыра беріңізші. Мен қазір полностью алып болғаннан кейін ана ақшаны аласыз да, басқа мастерға барып, басқа жерден барып, қидырып аласыз деймін де.
ол кісі маған қарайды да, мынау кісі жынды ма дейді. Енді салонға үлкен, енді Тлендиевадағы үлкен салонға келіп отыр ғой, мына кісі неге өйтіп отыр екен деп. Бірақ түсінді ғой деймін, енді жарайды деп басын изеді. Содан кейін ақшасын ақырын енді басқа мастерларға көрсетпей қолына тығып беремін. Ақшаны алып алды да кетті ол кісі. Содан кейін ол кісі маған біраз жақсы поддержка берді. Содан кейін қолым жүре бастады, содан ашыла бастадым и более уверенно енді істей бастадым. И содан бір ай істедім ба істемедім ба, салон ашып кетем. Аппаева істеп жүремін сол салонымды, республикадағы салонда. Бірақ жолдасым госслужбада болғаннан кейін ол кісіні Көкшетауға енді басқа жұмыс бабында ауыстырып жібереді. Жаңағы салонымды бір айдың ішінде жабамын. Енді Көкшетауға барып салон ашайын десем, ол кісілер ол жерде онда салон аша алмайды екенсің. Әркім өзінің қойып қойған точкасы бар екен, әркімнің өзінің клиенттері бар екен. Бет алды клиент набирать ету үшін ол кезде көп уақыт керек екен. Кем дегенде 1 жыл, 1,5 жыл. А маған ақша табу керек. Соны жолдасым айтамын, мен мына жерде істей алмаймын. Маған енді бір торговляға кәдімгідей реально ақша табатын бір жер керек деймін да. Вайлберс шығып жатыр екен, Вайлберске барам деймін. Соның кісі мен көзімді көреді, қайтпайды екенімді біледі. Соны жарайды дейді де, бар дейді. Вайлберске барып оқуын 1 ай оқимын. Кәдімгідей табыс таба бастаймын ғой Вайлберстен. Бірақ брендированный товар сатып кетіппін. Мен өзімнің үйретіп жүрген ұстазым брендированный товарды енді ол кісі де жаңадан бастап білмей қалдым екен, енді әдістемеген шығар. Осы товарды сат деді, сол товарды саттым. Бір моментте жұма сайын мен 400-500 мың тауып жүрген кісі бір моментте бәрі ФБО-ға жіберген товарларым жоқ болып кетті и бірнеше миллионым жоқ болып кетті ол кезде. Ана кісіге звондаймын, сен айтады енді брендированный товар сатқаннан кейін, наверное, сөйтіп сенған енді бәрін блокқа қойып тастады дейді. Енді ол блокқа кетті, не істеймін, басымды ұстаймын, біресе анда, біресе мында соғам. Последний ақшаға ашылған дүние, мен енді Каспиге барам деймін ғой, жолдасым. Бір түрлі қарайды, сен енді есің дұрыс па, дұрыс емес пе, біресе анда секіріп, біресе мында секіріп, не болды саған дейді. Мен айтамын, енді мен енді дай мне возможность хотя бы себя проявить деймін да. Жарайды дейді. Ол жерден Вайлберстен қанша миллион сол кезде? Вайлберске қанша миллион қадалып қалдыңыз ол жерде? 2,5 миллион ғой. 2,5 миллион минусқа кеттіңіз. Ол кезде мынандай синий трактор деген бар еді ғой. Синий тракторды ФБО-ға бірнеше 100 штугын Москваға, Калединаға тиеп тастағам. И ол жоқ болып кетті ғой. Оны бері қарай қайтарып алу үшін тағы да қаражат керек. Ол қаншама тұрды сол Каледина мен Москвада. Білмеймін қанша екен, бір 7-8 ай тұрды. Оның өзі проценттер өсіп кеткен ғой, бірнеше миллион болып. Әйтеуір енді білмеймін, енді Каспиге кіріп жақсы енді ұстазым пайда болды, сол кісі үйретіп, Каспиге кіріп 700 мыңмен ғана келіп, ай сайын 700 мың оборот болды менде. И 35 миллионға жеттім ғой. Бірақ сезонный товар саттым да, мысалы жазда, мысалы мындай бассейн сатса, бассейн сатып кетем, сол жерде қыста коньки, шаңғы сатса, сол коньки мен шаңғымен шығып кетем. 4-5 енді кішкентай қыздарым болды, студент қыздарды алып алдым. Ол кісілер бір күн, 2 күн мысалы басқа қыз істесе, 2 күн басқа қыз істеп, сөйтіп енді чередоваться етіп отырып істеді. Соны жақсы табыс тауып кәдімгідей енді өзімнің бала кезіндегі енді гештальттар болады ғой, әр күнде жапқысы келетін мақсаттар болады. Мақсатыма жеттім ба деп енді көп енді қарызға 102 миллионға енді көп дүниелер енді алып қойдым да, армандарымды енді орындаймын деп. Өйткені мен уверенный болдым да, Каспи енді ары қарай жүргізе беремін. Мен енді үлкен селлерлердің бірі болдым. Ай сайын 35-37 миллион тауып, енді ол бәрібір де өз 35 миллион сенің қалтаңа түспесе де, бәрібір де примерно 20% сенің қалтаңа түседі ғой. Иә. Сөйтіп жүргенде 4-5 миллион ай сайын табысыңыз. 4-5 миллион. Сөйтіп жүргенде 3 жыл өтіп кетеді ғой. 3 жыл өтеді. И жаңа жыл болады. Жаңа жылда 3 күнгі біз демалысқа кетеміз. 3-4 күнгі.
жаңа жылдың алдында өте көп заказдар түсіп кетеді де, мен екі ақ сағат қана ұйықтап жүрген күндерім болды. Даже 1 сағат ұйықтаймын, сразу шошынып оянам да жүгірем да, ана упаковщиктер қыздармен бірге упаковка жасап, өйткені сезонный товар, мысалы шаңғы болса, ананы кәдімгідей орап апармасаң сынып барады да, сынып барады. Немесе не аяққа киетін конькилерді кәдімгідей дұрыстап орап апармасаң, картонный қағазға, оны сені замлер алмайды. Солармен бірге кіріп, бірге жұмыс істеп, ананы упаковка жасаймын. Кейде ана не таситын нелер бар емес пе, грузчиктар. Уақыттар болмағанда мен Алатауда тұрам ғой, ал жолдың ар жағында замлер болды. Оны круговой не емес пе андай мост. Сол круговой мостпен үлкен, қазір енді кәдімгідей бір газель сиятын неге тиеміз де өзіміз апарамыз ғой, ана не болмағанда. Қолдар тимегенде грузчиктардың өзіміз апарамыз. Ана екі қыз көмектеседі, өзім кәдімгідей енді грузчик секілді соны тием. Сөйтіп тиеп бара жатқанда ана жердегі жігіттер кейде көмектеседі. Мынау енді кәдімгідей енді қиналып, қара терге түсіп апарамыз. Апарғанның өзінде де товарыңды өткізбеу екі талай. Өйткені сен секілді сейлерлер мың ана жерде. Мысалы 2-3 сағат бұрын барсаң да ана жерге несі очередь далада тұрады. Пока ананың бәрін өткізгенше сағат 8-ге дейін үлгерсең үлгердің, үлгермесең түнгі 12-де басқа жерге апарасың ғой жаңағы товарыңды. Түнгі 12-де тие баласың да, ана кішкентай машинаға симайды ол. Үлкен мини анандай үлкен машиналар бар емес пе? Соған тиесінде түнгі 12-дегі жерге барасың, басқа замлерге барасың да, сол жерден өткізесің. Сол жерден өткізу үшін бірнеше сағат тұрасың тоже. Оны енді өткізіп, деп барасың ғой, кейде сол товарың сынып барады. Қаншама тоже негативтер естисің, сынып барады. Бірнеше енді возврат көбейеді. Возврат көбейсе енді сен қалтаңнан кетеді ғой возвраттардың бәрі. Кәдімгідей енді ағармаған шашым сол жерден бір 80% сол жерден ағарып кетті, шыны керек, я. Өзім бір кәсіпкер емес, бір анандай болады ғой. Әбден енді ишак дейді ғой. Есек санап кеттім ғой расында да өзімді. Ауырды да, нені де бәрін өзім көтеріп, не істерім білмей, наверное, сол кезде мен Құдайдан бір сұраған шығарым, Құдайым ау, қашан өстіп жүре берем деген сұраған шығарым деймін да. И Құдай, наверное, мен соны осы TikTok қалып келді ғой деп ойлаймын кейде. Сөйтіп жүргенде 3 күннің ішінде 4,5 мың заказ түсіп кетеді. Ол 4,5 мың заказды 2-3 күннің ішінде тапсырмасаң, сені полностью навсегда блокқа тастайды. 4,5 мыңды 3 күн ішінде естественно мен тапсыра алмадым. Өйткені кішкентай крем болса, мынандай кітап болса, оны жай ғана алып сала бересің ғой. Оны алып кәдімгідей упаковка жасау үшін орау керек. Оны орау үшін қандай затқа түсті көзе? Неге түсті? Сол шаңғымен аяққа киетін анандай коньки. И анандай тюбинг. Тюбингтің тоже орап апармасаң, ол сынбаса да жыртылып барады. Постоянно неге екенін білмеймін. Тюбингті қалай орамасаң да жыртылып барады. Сөйтіп жүріп 3 күн ішінде план орындасам да, енді план, бірақ 3 күн ішінде полностью жаппағаннан кейін безвозвратно мені алады да Каспий жауып тастайды. Енді ойлаңыз, ай сайын 5-6 миллион қарызын жауып жүрген адам оның бәрінен айырылады, не істейді? Уже өмірден түңіледі. Мен өлуім керекпін. 2-ақ жол бар ғой. Өлсем мен, мысалы, қарызының бәрін кім төлейді? Жолдасыма енді қаншама ауыртпашылықты салып кеткесем, балаларым төлейді ме, кім төлейді деген нем бар да. Содан кейін ойлаймын ғой, енді бір нәрсе істеу керек деп отырғанда сізді көрем ғой. TikToktан сіз шыға келесіз. Мен енді неде Каспийда жүргенде біз TikTok қарамаймыз, уақытымыз да жоқ қой TikTok қарауға. Не істеу керек деп жүргенде сіз шыға келесіз ғой. Олай түсіндіріп отырасыз. Бірінші былай көрдім да сізді пролистывать етіп жүрдім да, қайтадан кірдім, қайтадан сізге.
тикток стрим дегенді білеміз, бірақ немене екен деп осы тыңдайыншы деп отырдым да, тыңдап отырдым сізді. Соны сіз айтасыз да, бұл ғана соңғы мүмкіндік, егер де алсаң алдың, алмасаң енді ертең 200 мың төлейсің деп. Енді сізде сол кезде акция болып жатты ғой, 200 мың нені офлайн курсты 100 мыңға алып алуға болады деген. Содан кейін алдында ешқандай несіз, күмәнсіз сразу төлемін жасап жібердім де, қайда жасау керек екенін деп төлемін жасап жібердім. Содан кейін ол кезде Майраханды танымаймын ғой, сол Майраханның телефон екен, осындай номерға хабарлас деді. Сол номерға хабарласам, Майраханымға айтам, Майраханым, мен төлем жасап қойдым, енді қашан барам деймін да. Соны Майраханым айтады, осындай уақытта келесің деп. Жарайды дейді. Енді төлем жасап алдым да, өзім ойлап отырмын. Не істедім, неге иттім екен, бет алды. Ол кезде енді табыс жоқ уже. Бұрынғыдай Каспиден күнделікті ақша түспейді. Последний ақшамды тиктокқа салып жібердім, жаңағы төлемін етіп. Енді төлеп жібердім да, содан бірақ ойыма сақ, не істедің сен, Гүлнар, вообще не істеп отырсың деп. Оның алдында енді тикток Каспиге қосып, Wildberries'те енді өзім жаңа жеке кабинетін жауып тастады ғой. Собой қойып кеттім ғой, 2-3 жыл Wildberries'ті қойып кеттім ғой. Содан 2-3 жылдан кейін қайтадан сол Wildberries'қа келіп, Каспимен бірге айналсам деп тағы да бір кісіге ұрынып қалып отырмын ғой сіздің алдыңызда. Ол қалай ұрынып қалдым? Бет алды кісі емес, бұрын өзім ұстазымның ассистенті болған. Ұстазыма звондаймын ғой бұрынғы, мен сізге қайтадан келіп Wildberries'ті оқимын деп. Ол кісі айтады, мен енді қазір сабақ бермеймін. Каким-то образом сол ассистенті маған шығады да, сен Wildberries'ті үйренгің келіп жүр екен ғой, маған дейді, кел, мен бәрін үйретемін дейді. Мен ешқандай күмәнім жоқ, қуанып кетем ғой анаған. Жақсы деп сөйтіп айтам да, Wildberries'ке барып, сол Каспимен бірге алып жүрем, табыс көзі көбейеді, одан да көбейеді, ана жаңағы 102 миллион жылдам жауып тастаймын деген мақсатпен барам ғой. Ол кісі төлемін алып алады, и бір рет өз үйіне апарады да, сабақ өткізеді. Өз үйіне бір однокомнатный квартираға алып келеді. Осы жерде бәрін енді түсіндіргендей болады. Содан кейін мен айтам, мен бір жұмаға бала-шағам Астанада срочно барып келуім керекпін. Бір жұмаға мен қазір бала-шағама барып келейін, содан кейін қайттан келіп жалғастырамын деймін. Ол кісі айтады, жақсы дейді, бірақ сен бір жұма жай ғана уақытың өтпеу үшін Қытайға давай заказ берейік дейді товарларға. Ешқандай күмәнім жоқ, жақсы деймін. Менде әліппей бар, қаншама салуым керекпін деймін. Ол кісі айтады, осыншама сумма салуым керексің, бірақ өзіңнің әліппейің емес, менің Каспиім ақша сал дейді да. Мен арқылы заказ беремін. Мен арқылы заказ. Мен айтам, неге? Мен әліппейім бар, 1688-ім бар, пиндодом бар, бәрі бар. Өзім заказ берейін десем, ол кісі айтады, жоға, мен өзім поставщиктерім бар, ол кісілер постоянно мен жұмыс істегеннен кейін ешкім саған ондай жақсы скидка бермейді дейді. Соны жарайды деймін де, вообще ойымда түкті де жоқ. Айтқан 2 миллионнан жоғары сумманы аламын да аударып жіберем ғой. Оқуға қанша төлеп едіңіз оған? Оқуға где-то 500 мыңдай төледім ғой. Бәрі ол оқу бір не былай тұрсын, ананы былай аударып жіберем де, содан кейін кетем ғой, ешқандай ойым жоқ. Қазір бір жұмадан кейін ол кісі айтады, уже сен келгенде товарың дайын тұрады, мына жерде келіп сразу сата бастаймыз дейді ғой Wildberries'ке. Бір жұмадан келем, звондаймын, телефон отключен. Ешқандай, енді бұрыннан бері танып жүргеннен кейін ойладым, енді біраздан өзі шығатын шығар деп. Бір жұмадан кейін тағы да звондаймын, телефон отключен. Содан кейін неге шықтым? Инстаграмға шықтым. Мен сізге звондай алмай жатырмын, сіз қайдасыз, мен товарым келді ма, не болды ма десем, ол кісі айтады да, бір уақытта шығады маған, жазып жібереді, анам инсульт алып қалды, сондықтан мен енді қазір сізбен енді хабарласа алмай тұрмын, содан кейін хабарласам дейді. Бір ай өтеді, жоқ. Бір жарым ай өтеді, жоқ. Не істеймін? Бұрынғы оқып жүрген шәкірт, енді біз бәріміз енді бір-бірімізді танимыз ғой, Wildberries'тегі қыздармен. Сол кісілермен хабарласам, соны что-то маған шықпай жүр, анам ауырып қалды деп айтты. Қайда екен, білмейсіңдер ма десем, ол кісі вообще көп кісілерден осылай төлем алып ап, елдің бәрін жоғалып кетіп жатыр дейді. Жоқ дейді.
Содан кейін алам да өткен жолы енді оқытқан үйі бар емес пе, сол үйіне барам да барып есігін қағам, таң атпай барып есігін қағам, басқа кісілер ашады. Соны айтамын, сол кісі бар ма десем, ол кісіні білмеймін, ондай кісіні білмейміз дейді де. Соны ойладым, может үйін сатып жүрген шығар деп. Жоқ, сатып жүрген жоқ, біз осы сондай кісіден жалға алдық дейді. Соны қайда бер, мен уже состоянием андай ғой, қайда бер ол кісінің телефонын, мен шығайын сөйлесейін деймін. Сол кісі жалға берген кісімен сөйлесем, ол кісі айтады да, иә, ол кісіні білем, ол кісі менен бір күнге жалға квартира снимать еткен дейді. Содан кейін алданғанымды білем ғой енді. Енді не істеймін деп жүріп алданғанымды біліп, енді мен секілді алданған мен ғана емес екен, бір кісі вообще 5 миллион алданып қапты сол кісіден. Уже сотқа беріп, неше ай соттасып жүр екен сол кісімен. Мен енді сотқа берейін десем, енді танитын кісі өзі беретін шығар деп ата-аналарына шықсам, ата-аналары да білетін, сондай қызының немен айналысып жүргенін білетін ата-ана екен. Ол кісілер басында сөйлесіп, иә деді де, мені блокқа тастады ғой тоже. Сон 2,5 миллион сондай көп ақша болмаса да, енді мен айтам, тырнақтап теріп жинаған ақшамды мен неге біреуге беруім керекпін деп полицияға заявление жазам ғой. Соны сөйтіп айтып жүріп, ол кісіні тауып сөйлессем, ешқандай түрінде кешірімді сұрайтын түр жоқ. Мынандай болады ғой. Неге деп не кешірім сұраған жоқ. Сонда каменный лицосымен, түрімен маған айтады да. Енді білмеймін, енді заявлениені ал деп те айтпайды, бірақ айтады да, мен товарым Қытайға заказ беруін бердім, бірақ дейді, сіз мен тосасын дейді. Мен айтам, не үшін мен тосам? Мен сізге қалай Каспиге аудардым, маған товар да керек жоқ, ештеңе де керек жоқ, солай маған қайтарасыз деймін. Сон бір ай уақыт береді, сол бір айдың ішінде әйтеуір маған сол төлемін қайтарып береді ғой. 2,5 миллион. Иә, деп сонан кейін жарайды. Құдайға рахметімді айтып, жарайды, бұдан да өту керек шығар деп, осыдан да өттім. Соны сізге келгенде енді жаңағыдай анау опыттан кейін анау сізге келгеннен жолдасым айтады да, өткен жолғы саған сабақ болған жоқ па дейді де, елдің бәріне сөйтіп үндемей аудара бересің бе дейді де. Соны айтамын, мына кісінің түрін көрдім, көзін көрдім, сеніп тұрмын деймін да. Нағыз тиктокта сондай табыс табуға болады екен, сеніп тұр, мен внутренне бір не сезім, интуициям енді мені подводить етпейтін шығар, енді сол барайын, көрейін дегеннен кейін енді жолдасым жарайды, көр деді. Сізге келдім, бірінші сабаққа келгенде жай ғана тыңдап қана кеттім мен сізді. Бірақ жақсы адамның көңіліне қонатын, миына қонатын көп инсайттарды айтып жаттыңыз, бірақ 102 миллион қарызы бар адамның миына ол кірмейді екен. Менің миымда тек қарыз ғана ғой. Қарызды қалай жабам, не істеймін? Сіз айтып жатсаңыз да, сіздің бетіңізге қарап, түріңізге қарап отырсам да, мен ойымның бәрі қарызда. Сіз мысалы былай даже айтып жатсаңыз да, мен сіздің сөзіңізді, не айтып жатқаныңызды мен жай ғана бетіңізге, түріңізге ғана қарап отырмын. Не айтып жатқаныңызды түсінбеймін мен. Содан кейін Майра ханым айтады да, мынандай приложение бар, осы приложение скачивать етіп ал, үйде қайтадан көресің дейді. Үйге барам да, 2 күн, сол кезде 1 күн оқисың, 2 күн демаласың ба, солай болды ғой. 2 күн соны көрем ғой, 2 күн көргенде де қарапайым айтылған сөзді ұқпаймын ғой мен, Мейірбек мырза. Бір анандай болады ғой, состояниеде бір ешкімді айтып тұрған сөзді де, элементарный сөзді ұқпай қойдым ғой мен. Яғни қарыздағы адамдар көп сондай болады ғой негізі. Яғни мысалы кейде де болады, сабаққа келеді, кейбір кісілер енді қиналып келеді, әртүрлі немен келеді. И вроде түсіндіріп тұрсын, кейін соны қайттан сұрай береді да, есіңде? Иә. Мен не тыңдады, мынау не сол кезде. Сөйтсем адамның ойының бәрі басқа жақта болады. Басқа жақта болады. Сізді вроде мына қарап ұғып
отырған секілді боласың, бірақ ойың басқа жақта ғой. Не істеймін, ақшаны қайдан табамын деп отырасың ғой. Содан кейін екінші сабақта ма, үшінші сабақта ма сіз енді бүкіл енді шәкірттеріңіз сізге сұрақ қойып болғаннан кейін мен артта тосып отырдым сізді. Содан кейін қасыңызға келіп, Мейірбек мырза, мен сіз енді сұрайын деп едім, мен 102 миллион қарызым бар, ай сайын енді Каспийден осындай 5-6 миллион табыс көзін енді тауып отырдым. Қазір ол жоқ, міне енді не істеймін, қарызымды қалай жабамын деп сізге келгенде, сіз менің состояниемді көріп, сіз біраз кішкене шошыдыңыз ғой деймін, иә? Өйткені сіз айттыңыз ғой маған, иә? Саған енді мен көмек бере алмаймын ғой деймін, сіз саған психологтың көмегі керек қой деймін деп. Менде андай болды, келеді да, Мейірбек мырза маған срочно табу керек, Мейірбек мырза маған срочно деп асықтырып жатсыз да. Ана көзіңізден көріп тұрмын, ойбай ханым асықпаңыз дедім біріншіден ше. Сөйтіп сіз проблемалар айтып жатсаңыз, мен мүмкін сізге мен емес, психолог керек ау дедім да несінен. Ана состояниеңізді көріп тұрмын, көзіңізді не еткізіп алып. Сөйтсем мен сол әңгіме болған ғой, психологқа барып көрсек шодан қайда деп. Иә, соны мен де соны сізден қайтпаймын ғой, Мейірбек мырза, мен сізге келдім, жекеде оқып көрейін, қалай болады екен деп. Сонан кейін енді бір-екі сабақ тағы да өтіп көр, сонан тағы да көрерсіз дедіңіз ғой. Мен асықпа дедім, бірінші көр, не еткізіп алып, асықпай одан кейін бары қарай нәтиже болып жатса, өзің шығып жатсаң деп содан кейін бастағанбыз ғой. Иә. Содан кейін бір-екі сабақтан кейін қайтадан сізге келіп, Мейірбек мырза, жекеге жазылайын енді дегенде сіз былай деп айттыңыз ғой, менің бір досым бар, Тайыр деген. Сол кісіге барып көрсеңіз қалай болады деп, иә? Менде андай да, мысалы психологиялық тұрғыдан мен қатты поддержка бере алмайтын адаммын ше. Мен техникалық, жаңа мынаны істей аласың, ананы істей аласың деп жақсы айта аламын, түсіндіре аламын. Бірақ Тайыр мырза мысалы ол кісі сол жағынан өте жақсы андай. Сондай жағдайдағы кісілер әдемі көтере алатын сияқты көрінеді маған ше. Сөйтіп айттым, мен мына кісіге точно ішімде сондай нәрсе болып тұр да, көмектесе алмаймын ау деген нәрсені ше. Ертең оның жауапкершілік қой, мысалы сізді мен андай емеспін да, ойбай ақшаны алып алып одан кейін мен кәдімгі уайымдап кетемін сол адам үшін ше. Анда біліп тұрмын, өте ауыр жағдай, қиын болып тұр. Мүмкін Тайыр мырза не істейтін шығар, көмектесе алатын шығар деген сөйтіп ойладым да. Сөйтіп сізге сөйтіп айттым ғой, маған менен гөрі Тайыр мырзаға бара салған дұрыс ау сізге деп ше. Сіз сөйтіп, бірақ бұл кісі қайтпады. Жоқ, Мейірбек мырза, сізге келдім ғой, сізден білім аламын деп. Сөйтіп содан кейін бастадық қой. Енді қараңызшы Гүлнар ханым, 35 миллион оборот жасап оттыңыз, 102 миллион қарызыңыз бар. Ай сайын 5-6 миллион тауып отырсыз, резко жоқ болады. 2026 жыл сізге бір жаңа сюрпризбен, жаңа тосын сыймен басталды негізі. Сөйтесіз сіз сол кезде келіп, жарайды енді, бұл кісі қоймады енді, 3 рет па, 4 рет па келді, бастайық деп, сөйтіп сонымен бастап көрдік. Басында сол кездер өзіңіз айтыңызшы, неден бастадыңыз, қандай товарлардан бастадыңыз, қай товарлар жақсы өтті, қалай түсіндіңіз, кәсіпкерлермен жұмыс? Басында мен, егер де сізге келмесем, ұрынып қалушы едім, негізі, шын айтайын. Мүмкін даже жекеде оқымасам да ұрынып қалушы едім, өйткені менде мынандай ой болды ғой, қазір біреуден тағы да қарызға алам да, Қытайға немесе Турцияға барып товар алып келем деп. Сіз маған сөз айттыңыз ғой. Сонда сіз айттыңыз ғой, тоқта, сен бірінші көріп ал, стримді жүргізіп көр, қандай товар жақсы өтеді екенін көріп ал, содан кейін бірақ бастасаң болады дедіңіз ғой. Сол жерде енді сізге мыңда бір алғыс, ұрынып қалмағаныма, қазір мүмкін мен былай отырмас едім. Одан да белшемен батып отырушы едім, иә. Өйткені көп кісілер товардан жақтан әкеп алады да, қарызға батып, оны жаба алмай отырады ғой, не сата алмайды, не жаба алмайды. Содан кейін енді шашын жұлған көкөс сол жерде болады ғой, не істедім деген. Сол кезде енді сіз маған көп енді демеу бердіңіз. Сізге келгенде енді сен былай істеуің керексің деп кәдімгідей пошагово бәрін айтып отырдыңыз ғой. Кәсіпкер табуың керексің. Сені әліге ешкім танымайды. Егер де расында да стримға шығып табыс тапқың келсе, кәсіпкерлерді өзің табасын. Өзің жүріп тап дегеннен кейін мен былай істеген ғой еще, Каспийдегі өзімнің 1-2 менеджерларымды қасыма алып алам. Бір тиын табыс таппаймын, сол менеджерларға еще күніне ақша төлеймін де. Екеуміз кезек-кезек ана қыздар шығып жүреді. Бір күн бір қыз, екінші күн 2 қыз. Соларды алып алам да, бүкіл Кенжаханнан бастаймын ғой. Кенжахан неше ряты бар, бүкіл Кенжаханды былай аралаймыз.
бәрінен сұраймыз, стриммен сізге сатып беруге бола ма киіміңізді дейміз. Біреу айтады жақсы көр дейді, біреуі даже жолатпайды, жоқ өзіміздің өзіміздің кісілеріміз бар, керек емес деп сөйтіп айтады да. Сөйтіп жүріп әйтеуір енді стримге де шыға бастадық. Енді мен түсінгенім жаңадан бастаған қыздарға, жігіттерге стрим бастағанда егер де кәсіпкерлер сіздерді қолдаса, бірге сообща дейді ғой, бірге жұмыс істесеңіздер, ол кісілерде өздерінің товарларын сатқысы келу керек. Сенде ол кісілердің товарын сатқың келуің керексің. Енді сонда ғана жұмыс басталады екен. Егер де ар жақтан қарап отырып, мынау не істейді екен деп қарап отыратын кәсіпкерлер де бар. Сөйтетін кәсіпкерлерде бір товар сатылмайды ғой. Қандай арзан болса да, қандай сапалы товар болса да, бір заты сатылмайды. Ал егер де кәсіпкерлер, давай бірге істейік деген кәсіпкерлерде көмектесіп тұрса, постоянно сатылымда болады, оборотта күшті болады. Соны түсінгенім сол ғой. Енді басында ондай кәсіпкерлерді табу енді біраз қиынырақ болады. Өйткені сіздер жаңа ғана келдіңіз, не сатам, киімде танымадым ғой мен, Мейірбек мырза, киімде танымадым. Сөйтіп жүріп любой зат сата берем дейді. Не сатасың десем, бәрін сата берем дейді. Болмайды бәрі. Давай онан қайта көрейік дедік. Сөйтіп сол уақыттан бастап әртүрлі товарлар, өзіңе не ұнайды, не сатқың келеді. Сөйтіп бір жақсы маған сол кезде сізден ұнағаны, Гүлнар ханым, әзірге шейін көп сондай шәкірттермен жұмыс жасаймын ғой. Көбісіне мысалы бар кәсіпкер тап десең қорқады, бара алмайды. Мысалы маған Реза жағынан енді түсініп отырмын да, сіз маған дейін банкты көрдіңіз, маған дейін қара жұмысты да көрдіңіз, жаңағыдай мерекейді да көрдіңіз, маған дейін Каспий Валберді көрдіңіз, салонды көрдіңіз. И соның бәрі келіп менімен жұмыс жасаған кезде маған да жеңілірек болды, сізге де уже алып кеттіңіз да. Мысалы маған қазір келеді, жекеге дейді да, мен айтамын, бар, бұл проблема жоқ, мен бағыттап отырамын, барып кәсіпкер тап, мынаны тап, анамен сөйлес, мынамен сөйлесем, бара алмайды. Барады. Бір-екі отказ берсе, бетіне тиеді да, қатты ауыр тиеді да, сөйтіп қашып кетеді аналар, мен келмес екен деп ше. Ал маған таң қалғаным, сіз андай айтамын тапсырманы, маман тап деймін, біреуді барып тауып келесіз. Бұрынғы мамандарыңыз тауып келесіз, жаңағы екі қызыңыз ше. Кәсіпкер тап деймін, барасыз әйтеуір базардан біреулер тауып келеді дедіңіз ғой, барып алып, Мейірбек мырза рұқсат берді әйтеуір деп. Әлі сені ешкім танымайды, сенде әлі не охват жоқ. TikTok'ың ашылған болса кеше ғана мысалы да. И сол кезде мен түсіндім, шәкірт дайын болғанда ұстаз өзі келеді деген сол күш нәрсе бар, сол сөз бар да. Яғни сіз де маған дейін дайын болғаныңыз екеумізді өйтіп жақсы несеткізді да бір-бірімізбен ше. Ал егер новичок болып, әлі ештеңе істемеген, әлі ешқандай қиындықты қатты көрмеген, бір сауданы көрмеген адам болса, өте қиын екен. Себебі менің айтып жатқан нәрсемді қабылдамайды. Ол басқа нәрсе, олардың ойынша мен бәрін дайындап беруім керек. Мен оған мен сатып берсем саған, оған тауып берсем, и оған жеңіл болған сайын ол істей алмай қалады екен. Наоборот, ол қиындықтан өту керек еді. Барып кәсіпкерден отказ алу керек еді. И содан кейін ол пісу керек еді да. А біздікілер соны піспей тұрып, тез ақша тапқысы келеді да. Ал мысалы маған қазір мысалы түсініп отырмын, сол кездегі сіздің сынбағаныңызға барып, екеуміз отырдық та, қандай кәсіпкерлер анализ жасадық қой. Қандай товарлар. И сізде ең бірінші есімде сізде спортивный нелер жақсы өтіп кетті, женский спортивкалар. Сол кезде женский спортивный костюмға шақырды. Ол кезде мен сағатына 1000 теңге ғана алатынмын. Бірақ басында бастап жүргенде даже сағатына да алмайтынмын. Бірақ енді сөйтіп 1000 теңге деп айттым да, өзім ойлап қоям, бәле, қазір 1000 теңге деп айттым, бірақ өткіземін бе, өткізе алмайын ба деп сөйтіп жүргенде расында да енді атты ғой жаңағы спортивный костюмдар. Содан бері енді охват та жақсы жинала бастады, киімдер де өте бастады. Енді ең бастысы өзің адал болуың керексің де, жаңағы сатып отырған өзіңнің аудиторияң адал болуың керексің. Адал болу керек деген ол мынандай екен. Сапалы товарлар, сапалы киімдер беруің керексің, сапасыз киім жіберсең, ол бәрібір де өзіңе қайтадан қайтып келеді. Ешкім мысалы даже 1000 теңгеге алса да, киім зат алса да, ол кісілер мынандай енді 1000 теңгеге тұрарлық зат алу керек екен, сондай. Кейде бірақ кісілер болады, 1000 теңгеге алып тұрып 100 000 товарын күтеді ғой. Әртүрлі адамдар болады екен. Енді бірақ енді айтып тұрмын ғой. Мысалы
сол кезде тағы бір күшті нәрсені жаңа айтып отырсыз ғой, өзіңіз вроде барасыз, сатасыз, ақша табасыз, 10 мың теңге табасыз, сіз оны өзің емес көмекшіңізге төледіңіз ғой. Бізде бірінші күннен бастап плюсқа кіру керек деген нәрсе бар да. Ол өте қиын, барлықтарыңызға қатысты. Бұл бизнес болғаннан кейін бастап кезеңде сен таппауы мүмкін. Мысалы мен қазір көмекші ал десем көмекші алмайды ғой. Сондай адамдар бар. Ал сізге қазір риза болатыным, көмекші ал дейін барып тауып алдыңыз ғой барып. Қыз тауып алдыңыз, айттыңыз, Мерек мырза анауым что-то кішкене баяулау екен, деп. И соған қарамастан іздене бердіңіз. И оларға жаңағы ақшасын төледіңіз. И сізден ештеңе болған жоқ та андай бір. Ойбай, мен ақша төлеп жатырмын ғой, мен минустамын ғой деген сияқтанда бір. Жылаған жоқсыз, не істеген жоқсыз. Сондықтан по-любому адамдар, кейбір адамдар мына TikTokқа келіп, әлі өздері дайын емес. Әлі мынау дайын емес, ой дайын емес. Олар шығыннан қорқады әлі. Олар маман алудан қорқады әлі. Олар отказдан қорқады әлі ше. Олар басқа біреудің ойынан қорқады. И осының барлығы келеді да, TikTok менікі емес екен дейді. Оған анау шыдамайды. Қиыншылыққа шыдағысы келмейді. Кетіп қала береді. Айтамыз, сен пока дайын емессің. Ол TikTok дайын. TikTok ақша беруге де дайын, халық алуға да дайын, клиент алуға дайын, бірақ оны сен дайын емессің одан алуға әлі. Сондай ой. Сол үшін сіздің мықты жағыңыз сол болды. Қазір енді қараңыз, уже 6-7 ай болды. Қазір сізде кәсіпкерлердің проблема бар ма? Бұрын енді өзіміз іздеп, кәсіпкерлерді сұранып, шығайықшы деп жүрсек, қазір кәсіпкерлер өздері шығады ғой. Жоқ дегенде күніне 4-5 кәсіпкер жазады ғой. Жоқ дегенде абылай 7-8 кәсіпкерлер жазады. Бірақ кейбіреулеріне енді видеосын жібер деп айтамыз ғой. Турция сатам, мысалы, кейде гуанчжоуды сатам. Гуанчжоу люксовый качество болады ғой, премиум люкс качество. Соларды сатам. Сатпайтын, мысалы, мужскойды да сатам. Сатпайтын заттарым енді детскийға шығып көрмедім. Бір рет опытым болды, детскийға шығып көрдім. Енді ол кезде 200-300 кісі отырды. Охватым сразу 23 кісіге түсті ғой. 23 кісіге түсіп қалды. Содан кейін біраз кішкене детскийға да шығамын, бірақ кішкене қазір күшейіп алайын деп тұрмын да. Содан кейін бірақ детскийға шығайын деп тұрмын. Абылай мужскойға да шығып жүрмін. Өткен жолы енді біз өзімізде енді общий чат бар емес пе? Сол жерде мужскойға да шыққанда жақсы табыс, мысалы 110-120 кісімен отырсам да, кейде 80-ге түсіп қалды мужскойға шыққанда да. Бірақ сонда да алған кісілер өте көп болды, бәрі риза болды. Өйткені барғаннан кейін кәсіпкерлердің киімдері качественный басында болу керек. Мен мысалы кәсіпкерлер шақырады ғой, мен заттарым Турция, Турция, производство Турция, келіп берші, качествосы өте мықты деп кейде кәсіпкерлерге барсам да, видеосын былай общий ғана жібереді ғой, детально бар видеоны былай түсіріп жібермейді. Сол детально түсіріп жібермегеннен кейін кейде ұрынып қаламда мен өзімде. Өйткені онша емес товарларды көп бағаға сатқысы келеді ғой кәсіпкерлер. Онда сразу айтам, мен онда енді өзіңіз бара алмаймын деп сразу айтам. Өйткені кәсіпкерлердің де өздерінің вкусы болу керек екен, өзінің талғамы болу керек екен. Мысалы 300 немесе 500 квадратный метр киімге толы болса да, бірақ анандай вкусы жоқ кәсіпкерлер бар ғой. Әр нәрсені әкеле беретін, өтпейтін затты әкеле беретін. Маған десе, қалай 5 теңгеден 100 теңгеден сатсан да ол алмайды оны. Оны не үшін етіп әкеле береді екен? Алдан қалған шығар енді, бар біреу керемет деп айта береді, ойбай мықты деп айтса ала береді. Яғни қазір сізде уже кәсіпкерлерден товарын сат бер деген адамдардың проблема жоқ. Жоқ. Уже алдын ала, уже бронь, заказ уже қойып тастайсыздар. Алдын ала уже жоқ дегенде 2-3 жұма бұрын уже жазылып қояды. Уже 2 аптаға дейін. Қараңызшы, басында сіз біраз уақыт маған Мерек мырза, мен товар ақша салсам бола ма, өзімнің бутигімді ашсам бола ма деп біраз жүрдіңіз. Қазір бар ма желание? Қазір сіз барып тек біреудікін сатып бересіз? Қазір тек біреудікін сатып беремін. Сол маған енді жақсы табыс әкеп тұр ғой негізі. Соны айтам да. Жақсы табыс әкеп тұр. Өйткені мен аренда төлемеймін. Дайын помещениеға барамын, дайын товарды алып сатамын, соның процентін алып кетем, и сағатына төлейді. Бірақ енді бұл жерде кәсіпкерлерде, мысалы, саталса, мысалы, өздері саталса, біз шақырмас еді, банкондар шақырмас еді. Мен
жай ғана барып қойып сатып қана кетпеймін. Кәсіпкерлерге айтамын да, сіздерде бәрі бар ғой мына жерде. Товар бар. Енді бутик бар, команда бар, сөйлей аласыз, түріңізде бар, бәрі де бар. Мейірбек мырзаның хотя бы онлайн курсын алыңыздаршы деймін де. Жоқ дегенде енді 25 мың деген ала салыңыздаршы, енді сондай көп ақша емес қой. Соған алыңыздар да көріңіздерші. Содан кейін енді 1-2 айдан кейін болмай жатса маған шықшы. Жоқ, болмай жатыр деп. Сізде енді бәр курстарыңыз өте қарапайым түрде жазылған. Ондай кейде болады ғой, ондай миға қонбайтын терминдар айтатын. Ондай емес, бәр қарапайым түрде жазылған. Бәр прям по полочкам дейді ғой. Әр курс, мысалы, бірінші осы кезеңнен өтесің, осыны істеп алуың керексің, екінші кезеңнен өтсең, былай істеуің керексің деп бәр солай жазылған ғой сіздерде. Содан өтіңдерші деймін ғой кәсіпкерлерге. Сөйтіп айтып кетемін. Бәріне сөйтіп айтып кетемін ғой. Кейбіреулер істейді, кейбіреулер расында да сізден онлайн курсты алып, өздері бастап кетеді. Кейбіреулер әлі жүреді. Сондықтан енді сізге мыңда бір алғыс, расында да енді бізге ғана емес, ванхундарға да емес, сіз бүкіл елге көмек беріп жүрсіз ғой, мысалы, Ванхун деген, мысалы, сізге дейін болған жоқ қой расында да, Ванхундар мүмкін енді сатып жүрсе де, енді бұндай енді табыс көзін енді бұндай масштаб болмады ғой бізге дейін. Мысалы, енді қазір сіз барған кәсіпкерлерге қандай условиямен барасыз? Мен мынандай условиямен барам. Мысалы, таңертең шығамын. Шығардың алдында 2-3 күн бұрын айтып қоямын. Сіздер деймді, мынандай не дайындау керек екен бәрін айтып қоям. Олардың бәрін дайындап қояды. Мысалы, нелер ол дайындап қою деген не ол? Тамақ дайындап қою керек пе сізге? Жоқ, тамақ емес, тамақтың бәрін өзім алған ғой, мен ешқандай ондай не жоқ. Мысалы, кейде болады, мен кольцевая лампа бірге алып жүрмеймін. Свет жарық болу керек. Өйткені енді кольцевая лампа алып жүрмеймін. Соған керекті нәрселерді. Жарың жақсы болу керек, кольцевая лампаң болу керек, командаң болу керек. Өйткені мен өзім қызымды апарсам да, бәрібір де кейде болады. Түсінбес кейбір тауарлар. Товарларды біз бәріміз білмейміз ғой. Сіздерден басқа мен білмеймін. Мысалы, 42-ші размер кетіп қалды ма? Тағы да 42 бар ма екенін білмейміз ғой. Соны айтып тұратын кісі керек. Складта жатқан шығар бұл жерде біреусі. Айтып тұратын кісі керек деп бәрін сөйтіп алдын ала дайындап қоямын. И условия мынандай болады ғой, менде сатылымнан 10%, мысалы 2 миллионға сатсам, сон 10% 200 мың теңге. И 5 сағат па, 10 сағат па стрим жүргізсем, содан 10 мың теңге каждый сағат сайын, мысалы, сағатына 10 мың теңге алам. Сондай условия менде. Неге 10%-да тоқтап тұрса, әлі неге қымбаттатып көрмедің? Негізі қымбаттатамын. Өйткені көп ванхундар 15% алады ғой, 15% жоқ, сіз сияқты уже миллионнан жоғары оборот жасап бере алатындар уже 15% алады да. Миллионға дейінгілер 10% алады. Мейірбек мырза, негізі бар ғой, сөйтіп қосам деп оқталып барам ғой. Қосам деп оқталып барам, бірақ көріп тұрмын, кәсіпкерлер қазір қиналып жүр ғой, кәдімгідей. Мейірбек мырза, последняя надежда, Ванхун болып біз шақырады ғой. Біз еще барып оның бәрін сыпырып алып кетсек тоже енді болмайды ғой. Өйткені тиктокта көріп тұрсыз, ең төмен бағамен сатады. Кейбір кәсіпкерлер даже скидка береді, еще ол Ванхунның ақысы бар, сағатына арендасы бар. Негізі солай оқталып барам, бірақ ана кісілерді көргеннен кейін жүрегім ауырып кетеді, енді қоса алмаймын. Қазір бір күндік рекордыңыз қаншаға шейін бардыңыз? Бір күндік рекордым 4 миллион 600. 4 миллион жасадыңыз ба? Не саттыңыз ол кезде? Сырт киім саттым. Сырт киім саттым, жақсы саттым ол кезде, прям күшті саттық ол кезде. Бірақ где-то сағат 11 сағат саттық қой. 11 сағат и 4 миллион 600 сол рекорд болды. Содан кейін енді көбінесе қазір енді аптасына 7 күн болса, бір күн кейде демалам, кейде демалыссыз жүрем.
бірақ демалғанда дұрыс екен бір күн өте демалыс маңызды, беру. Иә. шаршап қаласың. Өйткені сіз білесіз бе білмейсіз бе білмеймін, мен енді сіздің не оқуыңызды оқып кеткеннен кейін анда-санда келіп арт жақта отырушы едім ғой. Мен келіп арт жақта отырып жазатын жазып, елден бұрын жылдам шығып кетіп қалдым. Энергия керек екен адамға. Өйткені тиктокта менің білгенім, энергиясыз сатсаң сатылым болмайды екен. Мен жайда мысалы ақырын сөйлеп тұрсам да, тиктокқа шыққанда энергиямен шығасын. Кәдімгідей сату керек қой саған. Мынандай да қызық. Гүлнар ханым қазір сіздер көріп отырсыздар, спокойно болып отыр мысалы да, енді бұл жерде енді спокойно Гүлнар. Бірақ эфирға шыққан кезде бұндай Гүлнар болмайды ол никак. Эфирға шыққан кезде Гүлнар ханым басқа кетеді. Ол тез сөйлеу керек, дауысын шығару керек, ол жерде арасында ұрсатын болу керек. Бұндай сызылып отырсаң тиктокты ешкім алмайды ғой. Ешкім алмайды. Вот осыған үйреніп алыпсыз, сіз бұндай емес едіңіз ғой. Басында келген кезде білемін ғой, сіз жаңағыдай тым нежный, жай сөйлейсіз, не істейсіз. Қазір уже эфирларыңызды көремін, кәдімгідей жұлып жеп тұрасыз ғой ана жерде. Енді оның бәрі сіздің наставленияларыңыздың арқасы ғой. Өйткені тәжірибелер сонымен келеді ғой. Сіз айтушы едіңіз ғой, қасқыр болу керек. Жай ғана тұрып монотонно сөйлеп тұрсаң кім алады сізден? Мысалы ешкім алмайды ғой. Мынаны алу керек, қыздар, бүгін мынандай бар деп көрсетсең ешкім алмайды ғой. Мысалы шыққаннан кейін кәдімгідей энергичный болып шығу керек те. И енді жақсы подача болу керек, киімді дұрыс көрсете білу керек. Оның бәрін енді сіздің кітабыңыздың арқасында, сіздің енді жаңағы келген курстың арқасында бәрін содан үйрендік қой. Әйтпесе біз оны өмірі даже 1 минут былай экранға сөйлеп көрмеген адаммын ғой мен негізі. Сөйлесемді бір сөзімді қайталап, бір сөзімі келіспей қалып солай болып жатады ғой. Орысша көп сөйлейтін басында бұл кісі. Соны ойымдадым менше басындашы. Мына кісінің тілі орысша. Қазір қалай болады екен? Бұл қазақ тілі аудиторияға депші. Молодец. Қазақша қыз жақсарып қалған қазір бұрынға қарағанда. Күн сайын шыға бергеннен кейін. Қазір клиенттеріңіз қай жақтардан көбінесе сіздің? Семейде бар, Қызылордада бар, Шымкентте бар, Алматы, Астана, бүкіл Қазақстан бойынша. Оптовиктеріңіз бар ма өзіңіздің жиі тұрақталып тұратын? Кейбірде оптовиктерде бар. Мысалы, ол кісілер көп алып алады да. Алдын ала эфир болардың алдында шығып қояды. Не бар көрсетші дейді, бәрін түсіріп жіберем. Егерде киімдері енді ойларынан шығып, бағалары да ойларынан шығып жатса, мынадан 1 серия, мынадан 2 серия деп бәрін сөйтіп алып қалады ғой оптовиктер. Өзіңіздің VIP клиенттеріңіз бар. Иә, VIP клиенттер бар ғой. Есімде Гүлнар ханым, сіз ең басында как раз сол кезде Арай Ванхундар хит еді ол кезде бізде. Одан кейін кім Айнұр Шымкенттік несінен сөйтіп Гүлнар ханым соларды көріп арасында кезде мен көріп жүрген деп жаңағыдай таң қалып осылармен шай ішкеніңізге мәз болғанда бір не істеп жүретін едіңіз ғой. Қазір деймін да, мына адам Құдай берем десе жарты жылдай ақ қазір керісінше өткенде сізді көріп, анау Гүлнар сіздің шәкіртіңіз ба деп менен наоборот келіп сұрап жатыр ғой. Сізде оқыған ба не Гүлнар ханым? Иә, ойбай күшті сатады сол қыз деп. Кәдімгі өзіңіздің фанаттарыңыз пайда болып қалған. Рахмет. Шүкір, қандай күшті, қандай керемет деймін да. Енді бағанағы 102 миллион қарыз енді оңай нәрсе емес. Қаншасын қазір жабалдыңыз ба? Біразын қаншасын құтылдыңыз? 40 миллион жаптым. 40 миллион қарызды, 40 миллион жаптым. Оның бәрін сізге жай ғана ауызбен айтып қоймай, бәрін көрсетуге бола ма? Көрсеттім ғой сізге. Маған жаңа көрсетіп жатыр да, шынымен Мерук мырза міне дейді да. Бұл кісі күн сайын жаңағыдай тапқан табысының біразын алады екен де, жаба береді екенсіз ғой сол кезде. Әр күн бойынша. Бұл енді бірақ төлем ғана. Мына сол кезде соңғы 3 август күні 6 миллион төлепсіз. Сол кезде жинап бір төледіңіз бе? Не істедіңіз сол кезде? Иә, жинап бір төледім. Жинап па? Жинап бір төледім. Молодец. 65 мың төлепсіз 5-ші июнь күні, 4-ші июнь күні 15 мың теңге де төлей берді. Не бар соны түсе береді? Өйткені мен бірақ платеж емес қой менде. Бірнеше кредит, бірнеше рассрочка болғаннан кейін бәріне бөліп тастаймын. Сіз енді біреуін ғана көріп отырсыз ғой. Мына мысалы 1-ші июнь күні сіз 3 рет төлепсіз. 135 мың бір төлепсіз, 125 мың бір төлепсіз, 80 мың бір төлепсіз. Қалай сөз неге олай? Иә. Кейде болады мысалы, бірақ стрим емес, бірнеше стримға шығып кетесің де, таң атқанға дейін шығып кетемін ғой мен. Солар түсе береді. Иә, кейде болады мысалы, таңғы 7-те шығып кетесің де, таңғы 5-те енді 22 сағат суткасына 24 сағат болса, суткасына 22 сағат істеп келетін күндерім де бар. Сонан кейін 1-2 сағат ұйықтап аласың да,
кәдімгідей бетіңді жуынып сразу қайтадан екінші стримға кетесің ғой. Молодецсің, оңай емес. Қанша 1.200.000 төлепсіз 25 май күні, 1.270.000 төлепсіз, 22 күні 125.000 теңге төлепсіз. Енді сіз енді мынандай ғой Гүлнар ханым, жаңа айтып отқан сияқты жарты жылда, яғни сіз басында 1-2 ай өзіңізді қалыптастыруға, кәсіпкерлер табуға кетті. Енді сол почти айтқанда бір 5 айда осы 40 миллион жауып тастапсыз. Енді Алла қаласа тағы да жылдың соңына дейін қалған 60 миллион жауып тастаңыз енді. Айтқаныңыз келсін. Сол кезде бір жылда, ровно бір жылда 102 миллионды жаптым деп, қарызым жаптым деп, Алла қаласа сол кезде тағы бір подкаст жазайық. Жақсы. Сіз керемет, өте қуаныштымын. Осылай қыз келіншектердің қарыздан, енді оңай нәрсе емес қой, бағанағы сияқты өзіңіздің состояниеңізді білем. Қазір енді шүкір уже адамның бір уверенность пайда болады, ақша тауып, қарызын жапқан сайын сенімділік уже жүзінде бір ақ күш бола бастайды, түрі өзгереді. Кәдімгі сезіледі сізден. Өте қуаныштымын. Әйтпесе расында да өмірден түңіліп кеттім ғой, не істеймін деп түңіліп кеттім. 3 бала бар, енді жолдасың бар. Жолдасыма да көп рахмет, енді ол кісіге де шыға алмаймын деп қаншама жылап жүрсем де шығасың, бәрі дұрыс болады деп енді сөйтіп енді поддержка берді. И сізге де сендім. Жолдасыңыз енді маған сенді ме кішкене? Енді ол кісі, біз енді жолдасымыз екеуміз 9 класстан бері дружить еттік, кәдімгідей қыз бен жігіт секілді. Біз ортамызда андай қызғаныш ондай жоқ. Бір-бірімізге 100% доверять етеміз. Сондықтан енді балалық деп ойлаймын, егерде сондай қызғанып жатқан адамдар болса. Кейбір ванхундардың күйеулері қызғанады, кәдімгі маған хабарласып, менің әйеліммен неге сөйлесесің? Мен сөйлеспеймін, сабақтар осылай. Мен бір звонда болған бір әйелмен сөйлесіп жүрген нем бар? Сөйтіп қызықтар болады негізі неше түрлі. Соған қалжыңдаймын ғой, күйеуің қызғанбай ма деп ше. Берекесін берсін, Гүлнар ханым, рахмет. Сіздің жолыңызды берсін. Енді бастап жатқандарға әрқайсысы сияқты өз жолын тауып кетсін. Осылай қарыздарынан құтылсын, үйін алсын, көлігін алсын, өмірін өзгертсін. Шынымен қатты қуаныштымын. Бүгін уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Әйтеуір кішкентай болсын, мына жерде қарап отырған қыз келіншектер, апайларға, ханымдарға бір мотивация болады деген ойдамын. Алла қаласа енді 100 миллион до конца құтылғаннан кейін тағы бір отырып, еркін отырып, келесі мақсат армандарды қойып отырып, Алла қаласа жоспар құрайық. Тәуба, жақсы, рахмет. Сізге де айтарым, енді расында да айтам ғой, бірінші Алла, содан кейін сізсіз. Көп поддержка бердіңіз, расында да. Енді дәл мынандай қарыздарымды жабам деп ойламадым тиктоктан. Бірақ енді әрдайым енді қиын болса да сізге звондаймыз, қиын болса да жылап жүрген күндерімізде сізге келеміз, не істеймін деп. Сол кезде енді бізді енді мойындырмай, ары қарай енді бәрін қолынан келеді, тек алға қарай жүр деп өзіңіз айтқансыз. Енді сол үшін сізге енді рахметім, енді 1000 рахмет қой сізге, Мейірбек мырза. Шәкірттеріңіз көбейе берсін. Енді шәкірттеріңіз жай ғана көбеймей, табысты шәкірттер көбейсін. Расында да жақсы табыстарға жетсе, сіз үшін одан бақыт бар ма, әрине. Қатты өзіңнің тапқаннан қатты қуанасың ғой. Шәкірттеріңнің табысын көрсең, қуанышын көрсең, қарыздан құтылады. Мен шынымен бүгін көңіл-күйімді күшті көтеріп қойдыңыз. 40 миллион құтылғаныңызды көрсетіп, риза болып отырмын. Рахмет сізге де сөйтіп бөліскеніңізге. Ал құрметті көрермендер, барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі эфир ұнаса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Гүлнар ханым міндетті түрде қарайды, қолдауыңыздар. Сіздерге бір жақсы сөз жазып кетіңіздер, сіздерге де жұғысты болсын. Алла қаласа, келесі шығарылымдарда көріскенше сау, сәлемет болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.